Қолдары әрдайым жарылған, суықтан кезерген, кір сабын иісі сіңіп қалған қол еді. Күлзипа ауылдағы наубайханада еден жуып, ыдыс тазалап жұмыс істейтін. Таңғы 4-те тұрып, кешке шаршап қайтатын. Серік мектепке барғанда анасы оны әрдайым шығарып салатын. Балам, сабағыңды жақсы оқы, адам бол дейтін. Сыныптастардың аналары иіссу сеуіп, әдемі киініп келетін. Ал Серіктің анасы әрдайым ескі пальтосымен, басында орамал. Серік ыңғайсызданатын. Бірақ анасына мені мектепке алып келме деп айтуға дәті бармайтын. Бір күні сыныптағы бір бала, әй, сенің мамаң уборщица ғой деп күліп жіберді. Сол күннен бастап Серік анасынан ұяла бастады. Сол күннен бастап ол анасының мектепке келуін қаламады. Апа, мен өзім барам дейтін. Күлзипа ештеңе сұрамайтын. Тек ұлына қарап, жарайды балам дейтін. Серік қалаға оқуға түсетін кезде келді. Күлзипа түн ұйқысын 4 бөліп жолға ақша жинады. Қолындағы жалғыз сақинасын сатып несие алды. Вокзалдағы қостасу қысқа болды. Балам, мынау жолға деп ескі орамалға түйілген ақшаны ұшынғанда Серік жан-жағына жалтақтады. Ішкі ойы, ешкім көріп қоймаса екен. Бұл әйел менің анам екенін ешкім білмесе екен деп өз анасынан өзі ұялып тұрды. Апа, қойыңызшы, адамдар қарап тұр деп тез ғана ақшаны алды. Анасы басынан сипамақ болып еді. Апа, жарайды, хабарласам деп пойызға кіріп кетті. Пойыз қозғалғанда Күлзипа орнында тұрып қала берді. Қолын бұлғауға да батпады. Себебі ол іштей білді. Баласы оған үнсіздікпен жауап қайыратын. Қайта қол бұлғамайды. Уақыт өте берді. Күлзипа ауылда жұмысын жасап, айма-ай баласына ақшасын жөнелтеді. Ақшасы жетпегенде несие рәсімдейді. Осылайша күндер өте берді. Балам әні келеді, міні келеді. Мамасын сағынады деумен Күлзипа қаншама айларды күтті. Қала Серікті тез өзгертті. Жаңа достар, жаңа өмір, байдың балалары, шетелге демалысқа баратындар. Олар аналары туралы мақтанышпен айтатын. Ал Серік үндемейтін. Ана деген кезде Серіктің көз алдына анасының ескі пальтосы, орамалы, кір сабынның иісі елестейтін. Осылайша күндер өте берді. Анасымен айтатын бірақ әңгімесі. Анасы ай сайын хабарласып, балам, ақшаң жетіп жүрме дейді. Қарның тоқ па, бәрі жақсы ма, араласып жүрген ортаң жақсы ма балам деп баласымен тілдескісі келеді. Серік қысқа ғана, жетіп жүр апа, уақытым жоқ апа, кетуім керек деп қысқа қайыратын. Анасының жүрегі сыздап қоя беретін. Жақсы балам, аман жүрсең болды деп телефон тұтқасын қоятын. Ал шын мәнде Күлзипа тағы да қарызға кіріп, ұлына жіберіп отырған. Айнұр деген қыз пайда болды. Әдемі, тәрбиелі, инабатты. Ол Серікті шын жақсы көріп қалды. Қалайда болса Серікке тұрмысқа шыққысы кеп, жиі ата-анаңмен танысқым келеді дейтін. Бұл сөзді естігенде Серіктің жүрегі су ете қалатын. Жайма шуақтап, әрдайым кейін деп кейінге қалдырып жүретін. Айнұрдың көкейінде осы сұрақ қадалып тұратын. Серік сонда менімен жай сөйлесіп жүр ма? Олай болмаса, неге ол мені ата-анасымен таныстырмайды? Қандай да бір шикіліктің барын жүрегі сезіп, Серіктен жиі сұрайтын. Ал Серік болса, әдеттегінше, кейін уақыты келеді деп қашатын. Сол кейінмен анасының өмірін кейінге ысыра берді. Бір күні анасы ескертпей қалаға келді. Жатақхана алдында Серік достарымен тұрғанда алыстан таныс тұлғаны көрді. Ескі пальто, ауыр сөмке. Серік, балам деген дауыс. Серік шошып кетті. Қараса анасы. Серік басқа жаққа қарап, мен бұл адамды танымаймын, маған емес деген сияқты кейіп танытып жан-жағына қарады. Анасы жақындап, тоқтап, дауысы бәсеңдеді. Серік?
Серік анасын жетелей жөнелді. Бөлмесіне қарай беттеп. Жатақхана бөлмесіне келгенде: «Мама, мен сізге айттым емес пе? Өзім келемін деп. Келмеңіз қалаға дедім ғой, сіз неге келдіңіз, мама?» деп ашулы үнмен. Анасы үндемей қалды. «Балам, мен сені сағындым ғой. Сен келмедің. Қанша уақыт болды?» деп ауылдан әкелген тамағын шығарып жатты. Серік тағы да: «Жоқ, мама, неге ескертпей келесіз? Менің өмірім бар ғой». Күлзипа үнсіз қалды. Тек көз жасын жеңімен сүртті. «Кешір, балам. Мен сені сағындым». Анасы ауылға қайтты. «Мен саған кедергі болмаймын, балам. Енді келмеймін», деді. Серік үнсіз басын изеді. Бұл анасының соңғы сөзі еді. Осылайша Күлзипа ауылға барып, іш құсап алып, баласының өзінен ұялатынын, баласының өзіне суып кеткенін, оған анасы тек қана ақша жіберу үшін керегі, Күлзипа өзі хабарласпаса, Серіктің оған қоңырау да шалмайтыны жан дүниесін әбден жеді. 5 жасынан бастап өзін жалғыз өзі жеткізген Күлзипаға бұл бәрі ауыр тиіп жатыр еді. Осылайша ол ауруханаға түседі. Серіктен хабар жоқ. Күлзипа бір ай күтеді. Серік хабарласты: «Анашым, осы айда ақша салмадыңыз ғой?» Күлзипа деді: «Менің қалымда емес. Ақшаның түспеген уайымдап жатыр екен ғой, балам. Балам, мен науқастанып қалдым. Осы айда ақша сала алмаймын. Келесі айдан ыңғайлаймын». Арада 2 күн өтті. Серік тағы қоңырау шалды. «Сіз маған әлі ақша салмадыңыз ғой?» «Балам, мен науқастанып қалдым. Осы айда ақша сала алмаймын». Күлзипаның ар жағында ішкі ойы: «Серік балам келеді-ау. Ана қай жерің ауырып жатыр деп сұрайды», деді. Жоқ, бәрі Күлзипа ойлағандай болмады. Серік тек қана ақша сұрады. Осылайша Күлзипа бір ай жұмысқа шыға алмай, баласына ақша сала алмады. Несиесін де төлей алмай, қайта-қайта қоңыраулар келіп жатты. Бұны түсініп жатқан Серік жоқ. Ол күн ара звондап тек қана ақша сұрайды. Осылай арада бір ай өтті. Күлзипаның денсаулығы жақсармады. Ол ұлына қоңырау шалып: «Балам, мен осы айда да жұмысқа шыға алмаймын. Саған ақша сала алмаймын», деді. Серік: «Мама, сіз қызықсыз. Сонда мен не істеуім керек? Біреуден қарыз алсаңыз да бірдеңке қылыңыз. Алдыңғы айда онсыз да достарыма қарызға кіріп кеттім». Күлзипа үнсіз ғана: «Балам, мен ауруханадамын. Сені көріп, басыңнан сипағым келеді. Кейін барамын», деді. Әр қоңырау сайын Серік кейін барамын деді. Бітпейтін кейін. Кейін ол бітпейтін уақыт болып шықты. Соңғы қоңырау түнде келді. Серік телефон тұтқасын көтеріп еді, ар жағынан дауыс: «Анаң қайтыс болды». Серік ауылға келді. Үй іші тып-тыныш. Анасы жерленгеннен кейін ауыл бір түрлі тыныш болып көрінді Серікке. Бұрын байқамаған дыбыстар енді қатты естілетіндей. Иттің үргені, желдің ызыңы, есіктің сықыры, бәрі жүрегін тырнап өтетін. Үйге кіргенде анасының иісі әлі кетпепті. Кір сабын, ескі киім, жылы нан иісі. Серік анасының бөлмесіне кірді. Төсегі жинаулы, жастығының бір шеті әлі де сәл басылып тұр. Кеше ғана тіреді ғой деген ой миын тесіп өтті. Ол төсекке отырып қалды. Сол сәтте жүрегі бір түрлі шым етті. «Апа», деді сыбырлап. Бірақ жауап болмады. Түнде Серік ұйықтай алмады. Көзін жұмса болды, анасының қолы көз алдынан келеді. Вокзалда ауада қалған қол. Жатақхана алдында дірілдеген қол. Соңғы рет: «Мен саған кедергі болмаймын, балам», деген қол. Неге сол кезде құшақтамадым? Неге апа демедім? Неге бір ауыз жылы сөз айтпадым? Сұрақ көп, жауап жоқ. Анасының сандығын қайта ашты. Ішінен тағы бір дәптер шықты. Ескі беттері сарғайған. Бұл Күлзипаның күнделігі екен. Серік оқи бастады. Бүгін
Серік мектепке барды. Пальтосы ескі екенін байқадым, бірақ айта алмадым. Ұялып қалмасын дедім. Серік қалаға кетті. Үй тым бос қалды. Бірақ балам адам болса болды. Бүгін қалаға бардым. Серік мені көрмегендей болды. Жүрегім ауырды. Бірақ оны жек көре алмадым. Сол жерінде Серіктің қолы дірілдеп кетті. Апа, мен жаман бала болдым, деді ол, дауысы қырылдап. Көз жасы дәптерге тамды. Қалаға қайтқан соң Серік бұрынғыдай өмір сүре алмады. Жұмысы бар, ақшасы бар, бірақ ішіндегі бір нәрсе үнемі мазалайды. Кейде көшеде орамал таққан біреуді көрсе тоқтап қалады. Апама деп. Телефонды алып қоңырау шалғысы келеді. Бірақ есіне түседі. Шалатын адам жоқ. Бір күні ол анасының ауылына қайта барды. Қабір басына жалғыз келді. Қолына бір шелек су алып, құлыптасты жуды. Айналасын тазалады. Тізерлеп отырып, апа, кешіріңіз, мен сізді кеш түсіндім. Сіз тірі кезде адам бола алмадым, деді. Жауап жоқ. Тек жел ғана сыбырлағандай болды. Сол күннен бастап Серік ай сайын жетімдер үйіне барып жүрді. Балаларға көмектесті. Анасы бар балаларды көрсе, көзіне жас алды. Өйткені енді ол жақсы біледі. Ананың қадірі ана кеткенде ғана емес, ана тірі кезде білінсе ғана мағынасы бар. Серік кейде түсінде анасының қолын көреді. Бұл жолы ол қол ауада қалмайды. Ол қол Серіктің маңдайынан сипайды. Ал Серік жылап оянады. Осылайша Серіктің өмірі өте берді. Құрметті тыңдарман, әңгіме ұнаса, арнама тіркеліп, пікір қалдырып, лүпіл басыңыздар. Баршаңызға рахмет. Бір-бірімізді тірі күнімізде бағалай білейік.